ересек топ. Білім беру саласы қатынас, әлеумет, пән, көркем әдебиет, қоршаған ортамен танысу. Тақырыбы: менің туған жерім Қазақстан. Байтақ дала туған жер, қымбат маған әр тасы, өзен көлі самал жел, асқар тауы баршасы, алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Балалар, біздің республикамыз қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар, Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасының ұлттық рәміздері ту, елтаңба және әнұран. Қазақстан туының түсі көгілдір, ашық аспанды білдіреді. Ортасында алтын күні бар, күннің астында қыран құсы бар. Ол біздің еркіндігімізді білдіреді. Сол жақ шетінде қазақ оюы бар, ол қазақ ұлттың салт дәстүрін білдіреді. Елтаңбамыз шеңбер тәріздес, оның ортасында шаңырағы бар. Екі жағында алтын қанатты тұлпарлары бар, ал жоғарғы жағында жұлдызшасы бар. Елтаңбаның көк және алтын түсі біздің әлемге деген талпынысымызды білдіреді. Ал енді балалар, қолымызды кеудеге қойып әнұранды орындайық. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ермеген далқамыз шақты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Авторы Ризабек Чқанбаев. Қазақ жері атты шағын тақпақ. Шұғылалы танымыз, қазақ жері бағымыз, қойнауынан мөп-мөлдір сусындайды жаңымыз. Қазақ жері сәніміз, мәуесі мол бағымыз, саясында жетілер балдай балашағымыз. Ал енді сергі балайық. Ашық япырмай, мен қазақтың мұңы, мың әрілген жерге незім бар, таулардың қатпарындай жырым бар, бабалар хаттарындай, әжімім бар, бейнеттің тақтарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнім мұң кереген, көк бәрі құм бар, елім бар, жерім бар. ашық япырмай. Ал енді мына суреттен Қазақстан туын тауып көріңдер. Жарайсыңдар. Балалар, сендер қазақ аспаптары туралы білесіңдер ме? Қазақтың ұлттық аспаптары дауылпаз, домбыра, қоңырау және жетіген. Кәнекей, менімен бірге қайталап көріңдер. Дауылпаз, домбыра, жетіген, қоңырау. Балалар, мына суреттен қазақ ұлттық киім киген жұпты табындар.
Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар. Мақал-мәтелдерді қайталайық. Отансыз адам, қанатсыз құс пен тең. Человек без родины, что птица без крыльев. Туған жер — алтын бесік. Родная земля — золотая колыбель. Отан — оттан дастық. Родина греет жарче огня. Балалар көңіл күйлерін қалай осы смайликпен көрсетіңдер. Сау болыңдар.